الزواج الأقارب يأتي بالأمراض الوراثية التي يصعب علاجها. Машаллах, мына жаңағы шейхтің енді көп әңгімесі, бірақ енді керек жерін ғана айтайын. Мына шейхпен біз өте ұзақ әңгімелестік. Мына жақындыққа, жаңа сіз сұрақ қойдыңыздар ғой, туғанға үйлену туралы. Енді бұл кісілерде туыс туғандарға үйлене береді. Мысалы, мына кісі екеуміз ағайындымыз, иә? Мына кісінің ұлы бар, менің қызым бар. Біз бір-бірімен келісеміз, үйлендіре береміз. Қазір сондай туыс туғанға көп үйленгендіктен, қан ауыспағандықтан, қазір мынау тұқым қуалайтын ауру өте көбейіп баратыр бұларда. Мен сол туралы әңгімелесіп бұл кісіге айтып жатырмын. Мынау Тілеуқабыл Өтеубайдағұлы деген. Мына шипагерлік баян жазған. Сол әз Жәнібек ханның тұсында болған. Сонда Жәнібек ханның бір уәзірі ауырады да, ешкім емдей алмайды. Сонда Өтеубайдағұлын алдырып, сол 40 күн емдеп жазған екен. Кейін анау аяғынан тұрып кеткеннен Жәнібек хан риза болып, өзінің шатырына шақырады ғой. Сол жерде ұзақ сұхбаттасады. Сонда Жәнібек хан сұрайды, енді көреген ғой, қандай аурулардың емі қиын дейді ғой. Сол кезде Тілеуқабыл Өтеубайдақ тұрып айтады ғой, тұқым қуалайтын ауруды емдеу өте қиын. Ол тұқым қуалайтын ауру қайдан пайда болады дейді ғой. Тұқым қуалайтын ауру туысқа үйленгеннен болады дейді ғой. Сол кезде қалай сонда туысқа сонда үйленбеу керек па дейді ғой. Ләж болса туысқа үйлендірмеу керек. Өйткені олардан туатын ұрпақ мынандай аурумен алады, мынандай ауру көп болады, оларда мынандай ауру көп болады деп, аурулардың бәрін тізіп береді ғой. Мынау Тілеуқабыл Өтеубайдағұлы негізі мына шешек ауруын жазған ғалым ғой. Мына малдарды зерттеп адамдарға қалай емдеу тәсілін ең бірінші сол кісі істеп кеткен. Сөйтіп көптеген ауруларды емдейтін адам болған. Сол кезде Жәнібек хан ойланып, онда туыс туғандарға тыйым салдыруымыз керек қой үйленуді деп. Сөйтіп бір уәзіріне қараса, бір уәзірінің жүзі қап-қара болып кетеді. Сен неге түсің бұзылып кетті ғой десе, хан ием деп айтты дейді. Мен де өзімнің жақын туысқаныма үйленген едім, балам ауру деп айтты. Мен оны білген жоқпын дейді. Сол кезде уәзірінің нәтижесін көріп отыр. Мынаны көріп отыр, бұл қазақ 7 атаға шейін үйленбесін дейді ғой. 8-ші атадан үйленуге рұқсат. Сонда қараңызшы, біздің қазақтың сонау Жәнібек хан 14-ші ғасырда өмір сүрген ғой. 14-ші ғасырда ақ қалай қорғау керектігін айтып кеткен. Енді Тәуке хан енді 17-ші ғасырда өмір сүрді ғой. Тәуке ханның 7 жарлығысы бар, иә? Соның біреуінде 7 атаға дейін қыз алыспасын дейді ғой. Қазақ 7 атаға дейін қыз алыспасын дейді. Қараңыз, біздің қазақ әлі күнге шейін сол дәстүрді сақтап келе жатырмыз. Ал өзбектерде сақтаған жоқ. Енді бұл жерде қараңыз, бұл тек қазаққа арналған нәрсе болып тұр да. Мысалы, өзбек бүкіл ұлтқа арналса, өзбекте, ұйғырда бәріне алыс болар еді ғой. Жоқ, оларға жетпеген. Сонда біз Тәуке ханның 7 жарғысы таза қазақтарға арналған болып тұр ғой. Сосын сол Тәуке ханның және бір 7 жарғысында мынандай сөз бар, мен шейх айтып отырмын. Кім қожа әулеті өлтіретін болса, онда 7 есе құн төлесін дейді. Қожа әулеті деген кім? Қожа әулеті міне, мына шейхтар, пайғамбар әулеті, олар дінді үйрету үшін келген. Мысалы, бір ауылға бір қожа жетеді. Бір ауылға бір қожа келсе, бүкіл ауылдың бәріне дінді үйретіп жүреді. Бәрі намаз оқитын, сондай мұсылман болып шығады. Ал егер ол қожаны біреу өлтіріп тастаса, қара, бір ауыл дінсіз қалады. Сол үшін Тәуке ханның жарлығында кім бір қожаны өлтіретін болса, 7 адамның құнын төлесін дейді. Сол кезде бір адамның құны 100 түйе, немесе 100 жылқы. Сонда қараңыз, ал қожаны өлтіретін болса, 700 түйе төлеу керек. Ал 700 түйе төлеуге кімнің жағдайы келеді? Туыс туғандарына жинап бере алмайды. Сондықтан да барлығы пайғамбар әулетін өлтіріп алмайық деп қожаларды қатты мән берген. Осының барлығы Тәуке ханның 7 жарлығында бар. Енді мына шейхпен айтып отырсам, шейх айтады, сендердің бабаларың қандай көреген кісі болған дейді. Қараңызшы дейді. Бізде арабтарды көп үйленеді туыс туғандарына дейді. Аурулар көп дейді шынында да. Ал сіздерде дейді, қарап отырмын, сіздер қан тазалығында сақтай білгенсіздер, ру тазалығында сақтай білгенсіздер. Өйткені ру қазақ пен арабта ғана бар ғой, басқа ұлттарда жоқ. Ру қазақ пен арабта ғана бар.
соның бәрін сақтай білгенсіздер де, әдет ғұрыптарында да сақтай бергенсіздер, қонақ күтуді де, жөн жоралғысында бәрін сақтай. Шынында да біздің әдет ғұрпымыздың барлығы шынында исламнан ғой. Соны мына шейх пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам 45-ші ұрпағы қасиетті Меккеден келген Сайд Хасан Хусейни осының барлығына қарап, сіздер қазақ елі шынында да ұлы халықсыңдар, мойындаймын деді ғой.